Toylarınız құтты болсын. Енді бүгінгі келіндеріңіздің бетін ашатын өлшеулі өмір деген әнді естіген боларсыздар да. Соны орындаған ең бірінші Саят Әбеновтің шәкірті Торғайлық әнші ұлдарыңыз. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра, нағыз әйел емес, нағыз әйел кобра деп келіп тұрған Айбат, Марат ұлдарыңызға бір қошемет соғыңыздар. Бүгінгі келіндеріңіздің бетін ашуға. Ал бәрекелді, ассалаумағалейкум. Чу деген сөздің өзі көтерем түйеге күш береді. Оның қасында адамбыз. Реті келсе айқайлап шулақ қойыңыздар. Ақынға, әншіге шабыт беріп отырыңыздар ағайындар. Той қуаныш құтты болсын. Енді рұқсат болса, келіннің бетін ашайын. Ал, бісміллә. Шапала құрмасаңдар созып тұра берем. Қорғалжын тыңдаңыздар, тарихта сіздер жайлы түрліңіз бар. Ағайын тыңдаңыздар, қолына домбыра алған мұнда біз бар. Ағайын қошеметке келген кезде кісендеулі кісідей тұрмаңыздар. Болат пенен ажардың бұл тойында махаббаттың ән жырын жырлаңыздар. Қорғалжынның жағасында Болат батыр жауға итарып жатқандай айғау шулаңыздар. Домбырамды қағайын, даусым әлі сіз демейін. Бүгін келген ажардың бетіні ашыбай берейін. Айқайшуң қайдайы, айдайы, группа поддержка қайдайы. Кәрі жүзі нұрлана, көгершінім келді деп, бауырымдағы болатым бүгін екеу болды деп, жүрегі тек жарылмай тұрған шығар әреңдеу. Сондықтан да жас келін ата енелеріңе бір сәлем. Өзінің үлкен әжесі Райса анамызды шапалақпен қарсы алайық. Райса әжесі. Рахмет. Апа, ақша салу керек. Ау? Келінімнің қолына мен өзі жүзігім салайын батырым қолындағы. Рахмет. О, қанша тұрады о жүзік десе. Шапалақ соғайық әжемізге. Келініңізге жүзік алыпсыз апау. Немереңізге Дима Горилла ма ала салмадыңыз ба? Мама, пока блокпост закрыто. WhatsApp'пен сөйлесе сашы, апа, сосын бет ашарымызды бастайықшы. Жаным, апа. Шөберең болсын, жарай ма? Осын бәрін орындайындар. Рахмет, апа, аман болын, жаным, апа. Ошын бет ашардың патологы алтын болып тұр ғой, бір шапалақ соғып жүрек, я? Вот, еще ақша салайын деп жатыр. Жаным, апа. Омың. Енді өзінің туған қайнатасы Оразбай көкеме шапалақ соғады.
Рахмет. Сосын ақша салғанда бар ғандай билеп кеп салындашы бір мешітке садақа салып атқандай болмай. Қазигүл енесі. Ененің аты ене ғой. Қайнатасы 10 мың салып еді, Қазигүл 5 мың салды. Салатын шығар, күте тұрайық. Оразбайдан артық жері жоқ қой, салатын шығар. Күтейік. Мә, Оразбай. 15. Мә, Оразбай, әйеліңіз өтіп кетті ғой. Көрмедіңіз ба? Айқайшу қайда? Мә, саған. 30 мың теңге. Жеңіле салыңыз. Өмірде жеңген шығарыз, тойда жеңіле салыңыз енді. Келіндері құтты болсын деп бір қошемет саған. Асқараса таудайын, ақ құшағын жаялар, ажарымды бәрдайым құшағында аялар. Айтқан сөзі бағалы, аяулы бір жан елге, жасаураған жанары Қабдуалиевтер әулетіне бір сәлем. Қабдуалиевтер, Баяхметовтер әулетіне бір сәлем. Кездікбай Базаркүл 5 мың дейді. Сразу айтайық, аппарат 500 теңге не принимает. Стоп. Нақсын не салып кетті? 200 рубль дейді. 200 рублің болады, примерно 50 мың теңге. Айта берейік. 3 мың теңге. Рахмет. Слава Украина! Әдеби басақтаңыз, күн шығарып жатпаңыз, ерте тұрып от жағып, үй жұмысын баптаңыз, ата-енеңнің үмітін жібермей зая сақтаңыз, тойға келген көңілмен жанашырды жаттаңыз, сондықтан да жас келін ата-енеңнің достарына бір сәлемі. Тойда ең көңілді қонақ бар ғой, сіздің құдаңыз ма кісі? Құдасы ғой да осы әулеттің. Вообще, дайындалып, молодец, вообще, красавчик. Билеп, айырып, жыртып, көңілді кеп ортаға 2000 салып. Нормально, кім жетісіп жүр дейсің қазір? Аталмай қатардан қалғандар бар ма қарашы, аталғандардың өздері болды екен қанша санашы, қалтарыста қалмасын жиен бөлен нағашы, сондықтан да жас келін нағашы жиен бөлелеріңе бір сәлемі. Жаңабай Эльмира деген кісі бар ма? Жаңабай Эльмира деген бар ма? Жаңабай Эльмира. Эльмираға күшті шығар да, қартайса да Жаңабай. 80-нен асса да күйеуі новый бай. Жаңабай Эльмира. Рахмет. Қайсы? Жаңабай көкем. Қаулы болсын. Уақыт жүргін өтеді, жас секілді көзбенен, көрішің үшін әмәнда намазыңды бұз деген, тыным таппай кешеден, жетпегенді іздеген, сондықтан да жас келін көршілер мен әріптестерге бір сәлемі. Қайдасыңдар қанекей, келіншектің қайнысы, көрейінші түрлерін, қайнысы деген қай кісі, жеңгесіне еркелеп, құмартып отыр ентелеп, қайнының небір сайылысы, сондықтан да жас келін барша Болаттың бауырларына бір сәлемі. Әнін айтар аямай, әзіл айтар сырлас,
басып мынау тұрған жағалай қатар құрбы құрдасың көкке бірге самғасын қосыла бір саләнге олар енді қалмасын сондықтан да жас келін Болаттың достарына бір сәлемі Ошым Болат пен Ажардың достары маған приказ келген Болаттан конкретно до конца біртіндеп шақырып қинайсын деген. Сондықтан мен бірінші бастайтын Ғали Асқар дейді. Кім? Ғали Асқар. О, Ғали Асқар. Жаным, бір сен системама бірден алып басайшы. Сөйләк па? Сал тағы. Наскеңнен шығар енді бір. Ғалияс. Жамбыл деген кім? Жамбыл жоқ па? Нұрсұлтан. Сен ауырсаң ауырам деп айтсайын ал емдей. Жыртылып ортаға кеп билеген сал ақшасы 3500 теңге ғана. Молодец, красавчик, рахат. Бұл енді атына сай. Любой жерде бұған рахат, кайф та бұл. Жүре береді осылай. Рахмет, достарына мыңдау рахмет. Мен күнде тойда жүрем ғой, бірақ мынандай позитивті достар редкі кездеседі. Әкесінің де достары позитивті, вообще өзінің достары да мықты екен. Вообще Ажардың құрбылары вообще красавица кәдімгі. Әрқайсысы 1900-дан атып жатыр, оның өзі бір ақша. Енді рұқсат болса келіннің бетін ашайық, апа. Кеттік, келіннің бетін ашайық, бісміллә деп. Табақтағы ақшаны осы үйде түскен бірінші келіннің аты кім еді? Әсемгүл. Әсемгүл қайда? Ей, жасаған берген. Капитан болғаның құтты болсын. Күйеуің қайда? Күйеуі қайда? Болаттың ағасы ғой, е? Құдай, бір балаң бочка, бір балаң точка кен өзіне негізі. Екеуің Құдай қаласа қасына тұр. Екеуіңе құтты болсын. Қалай кайф па, бір табақ ақшастаған. Екеуің осылай алдындарда, анау тұрған папаға апарып беріңдер. О кісі де өмірінде бір ақша ұстасын. Қашанғы КамАЗ айдап жүре береді о кісі. Жайлап, апар, жайлап. Асықпа, мынау немеле асықпа. Жайлап бар, жайлап, бит қимай, ше. Енеңе емес, атаңа бер, атаңа. Рахмет. Құтты болсын. Әже, ата, ассаламу алейкум. Тойларыңыз құтты болсын, амансыздар ма? Апа, мынау келініңіз, немере келініңіз құтты болсын. Бұл күнді көргенде бар, көрмегенде бар. Бір табақ ақшаны отбасына беріп жатырмын. Күнде осылай істейм. Сөйтсем той елі риза болып, тамадаға 10 мың беретіні бар жаңағы. Астында 10 мыңдықтары. Астында. Алдына салсай, қалдана салсай. Ол новый костюм, астын қылтаға сал. Екі аяғың тең болсын деген бар ғой жаңағы бая. Да қоясың. Екі аяғың тең болсын деген бар ғой. Теңге, 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 теңге. Рахмет. Негізі менде 4 аяқ, екеуін үйге тастап кеттім десең. Ал енді бәрі әзіл, бәрі қалжын. Мына 20 мың теңгені маған беріп отыр, мен бұл ақшаны алмаймын, жай күлкі үшін ғой. Мынау келін ақша сұрап жатыр деп ойламаңыздар. Міне Құдай тұр, ақша үшін емес, просто керек маған бұл. Бұл ақшаны мен осы келіннің бетін ашқан
айбатқа берсем домбыра үшін 10 000 теңге берейін, ал 10 000 теңгесін әже келініңіздің көрімдік ретінде тамаданың атынан сізге берем, апа. Құтты болсын. Алыңыз. Жаным апа. Алыңыз, апа. Мен тандыңыз ба? Мен тандыңыз ба? Рахмет, рахмет. Мен тандыңыз ба, апа? Жаным апа, сіз ау. Біздің осы тойлардың бәрін сіз өзіңіз. Жаным апа, сіз келін болып түскенде бетіңізді аштым ғой мен десем. Көп рахмет. Міне, тойдың басы қалай басталады, біздің Болат пен Ажардың ғұмыры тура солай болады. Өмірлерінде қайғы болмасын, ешқашан жаманшылық болмасын. Тура тойдың басы қалай, өмірінің соңы солай болсын деп Құдайдан тілек етейік. Қошемет соғайық. Енді